1993 жылы 15 қарашада кеңестік рубль алмастырылған қазақстандық теңге айналымға шықты. Теңге мемлекет басшысының 1993 жылы 12 қарашадағы Қазақстан Республикасының ұлттық валютасын енгізу туралы жарлығына сәйкес айналымға енгізілді. Жаңа валютаның атауы символдық және тарихи мәніне бейнелейтін болып танылды. Теңге сөзі орта ғасырлық денге немесе тенга түркі күміс монеталарынан шыққан. Олардан өз кезегінде орыс денга монетасын атау және ақша сөзінің өзі шыққан. Ұлттық валютаны енгізуде дайындықты қатаң құпиялық жағдайларында жүргізу туралы шешім қабылданды. Ең алдымен болашақ теңгенің бейнесін жасайтын суретшілер қажет болды. Ұлттық валютаны құру жөніндегі шығармашылық топқа Тимур Сүлейменов, Менбай Алин, Ағымсалы Дүзелханов және Хайролла Хавжалиев кірген. Банкноттардың бірнеше эскиздерін жасады. Қазақтың көрнекті ғалымы және мәдениет қайраткерлерінің қазақ мемлекеттілігінің негізін қалаушылардың портреттінің бар нұсқасын бекітті. Ақпараттың қажетсіз тарауын болдырмау үшін валютаны шетелде, атап айтқанда Англияда басып шығару туралы шешім қабылданды. 1992 жылдың қыркүйегінде Харрисон және Ұлдар фирмасы ұлттық валютаның жобалық даналарын дайындады. 1993 жылдың наурыз айының соңына қарай барлық тапсырыс орындалды. Бұл тапсырыс Харрисон мен Ұлдарға әлемдік даңқ пен ерекше марапат, Ұлыбритания патшайымының алтын белгісіне ие болды. Сондықтан компанияның кеңсесінде құрметті орында қазақстандық валюта бейнеленген қалқан ілулі тұр. Бірақ алғашқы қазақстандық монеталар Германиядағы соғылды. Алайда 15 қарашаға дейін Қазақстанда шетелде де ұсақ түйектерді дайындауға уақыт болмады. Содан кейін тиындарды қағаз нұсқасына басып шығаруға тура шешім қабылданды. Олар номиналды ноталар түрінде орындалды: 1, 2, 5, 10, 20, 50 тиын. Ал 1995 жылы 2011 жылға дейін созылған алғашқы металл теңгелер айналымға шықты. 1997 жылы монеталар шығарылды. Олардың дизайны бүгінгі күнге дейін қолданыста. 2002 жылы шыққан 100 номиналды монетадан басқасы. Ол күнге дейін теңге туралы ешкім білмеді. 1993 жылы 12 қарашада Қазақстан Республикасының ұлттық валютасын енгізу туралы Қазақстан Республикасы тұңғыш президентінің жарлығы шықты. 15 қарашада Қазақстанның ұлттық ақша белгілері айналымға шығарылды. 1961-1992 жылдарындағы үлгісіндегі рубльдер теңгеге 500-ден 1-ге пропорция айырбасталды. Қазақстан аумағында тұрақты тұратын 16 жастан асқан әрбір азамат 100 мың рубльге дейін айырбастап алады. Қазақстанда теңге өндіру мәселесі де шешілді. 1995 жылы 19 мамырдан бастап теңге Қазақстанда басылып шығарылды. Алғашқы купюраларда белгілі саяси және мәдени қайраткерлер бейнеленген. Олардың ішінде Шоқан Уәлиханов, Абай, Әбілхайыр және Абылай хандар біртіндеп 200, 500 және 1000 теңгелік купюралар айналымға енді. Бірақ үлкен купюра күнделікті өмірде сәл кейінірек пайда болды. Осылайша номиналы 2000 теңге болатын купюра 1996 жылы 5000 теңге 1998 жылы, ал 10.000 теңге 2003 жылы шықты. Олардың барлығында Әл-Фараби бейнеленген. Бұл ақша 2006 жылдың шілдесіне дейін айналымда болды. Осыдан кейін дизайн толығымен өзгерді. Купюраларда елдің көрікті жерлерінің суреттер пайда болды. Бәйтерек деп аталатын банкноттардың 3-ші буынының дизайны біраз уақытқа созылды және өте сәтті деп танылды. 2006 жылы үлгіде банкноттар кез келген номиналды қате қабылдау ықтималдығын толығымен алып тастады. Өйткені барлық номиналдар түстерімен де өлшемдерімен де ерекшеленеді. Сол жылы бәйтерекпен қатар айналымда келесі ұрпақтардың купюралары қолдана бастады. Бұл дизайн самұрық деп аталады және бүгінгі күнге дейін қолданылады. Бүгінгі таңда теңге тәуелсіздіктің экономикалық негізі, егемендік символы, Қазақстанның жаңа тарихы мен болашағының толыққанды бөлігі болып табылады. Ұлттық валютаның дизайны Қазақстанның қазіргі заманын бейнелейді. Барлық мемлекеттік рәміздерді, елдің сәулет объектілері мен табиғи ландшафттардың бейнелерін қамтиды. Қазақстандық теңгенің 20-ға жуық қорғаныс дәрежесі бар. Теңге символы жоғарғы жағдайда қосымша сызығы бар Т әрпі 2006 жылы пайда болды және әлемнің көптеген елдерінде белгілі. Осы жылдар ішінде Қазақстанның ақша бірлігі халықаралық нарықта танылды.
Сондай-ақ осы жылдар ішінде біздің валюта бірнеше рет ең әдемі деп танылды, ал номиналы 20 мың теңге болатын купюра мамандардың айтуынша өте жоғары сапалы және оны қолдан жасау өте қиын. Айта кету керек, бұрын бір-біріне елдің ұлттық валютасының қатарына 3 марапатқа ие болған жоқ. 2001 жылы үздік банкнот халықаралық банкноттар қауымдастығының бірінші наградасы Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 20 жылдығы арналған номиналы 10 мың теңге болатын. Естелік банкнот үшін 2012 жылы Қазақстан Республикасының ұлттық валютасына берілді. Келесі жылы біріншілік Қазақстан Республикасының ұлттық банкінде де өтті. Қазақ елі сериясындағы номиналы 5 мың теңге болатын банкнот 2012 жылы үздік банкнот екінші наградасына ие болды. 2014 жылы Қазақстан Республикасының ұлттық банкі тағы да бір жылдық үздік банкноты номинациясы бойынша марапатқа ие болды. Ол күлтегін түркі жазуына арналған номиналы 1000 теңге болатын естелік банкнотқа берілді. Сондай-ақ мерейтойлық және естелік монеталар нумизматтарға үлкен сұранысқа ие болды. Оларда белгіленген номиналға сәйкес төлем қабілеттілігіне ие. Бірақ олардың негізгі мақсаты мәдени ағартушылық. Әдетте олар қатаң шектеулі тиражбен шығарылды және Қазақстан Республикасының аумағында және шетелде коллекциялық құны бойынша сатуға арналған.